Достар, қайырлы кеш. Қалайсыздар? Қуанып жатырмын, шынымен де. Құттықтап жатқаныңа рахмет. Бүгін күн мен үшін бақытты күн. Менің настроениемді түсірмеңдер, иә? Міне. Жаным айналайын. Жаным отырыңыз. Әй, түрін жаппасай? Жаман. Әлі ұялады. Қалайсыздар? Всегда қасымдамын. Жаман нәрсе жазбаңдар. Даваттан сразу бұны тойдырайын деп алып келдім дәқа. Мен нағып бартырға алып келесің дейтін қыз емес та бұл ше. Мен бартермен ішпеймін, мұндай емеспін мен дейтін емес та, короче. Өзіміз сен. Қарапайым. Сен тағы мұрным ішіне кірісің. Салағайын. Даваттамыз, осында отырмыз. Далада ауа райында. Баршаңызға қайырлы кеш. Арбаққа келмегелі біраз болыпты. Бай, студент болған кез бай адысы. Адам жұлып жүр. Бүгін мен жездем мен сестрам келген. Олардан опрос алып жатыр. Андай ғой, как обычно, отказ бере алмайтын адамдар. Айтып жатырмын ғой, жоқ тұрсын, рахмет деп кете салады десем. Екеуі тұр ғой. Сонымен сол, короче, ғашықтар күнін мен осы екісімен өткізіп жатырмын. Талдықорғаннан келгеннен кейін бірге жүріп қайтайық деп. Сол, короче. Айналайындар. Алмаса келдім. Сразу жаке досым күтіп алды ғой. Осы өлең ғой? Досым. Бека қаяқтасың деп башы. Эфирде баба. Біз Алматыға келдік, сразу тойға кетіп барадық. Бүгін Нұреген басқарам дейді. Бүгін өзім басқарайын деп тұрмын. Құдай қаласа жайна, қауіпсіз аяқ алсын көресіздер. Ал достар, тойды тез-тез бітіріп, тез-тез мына ойын үшін тез-тез бітірдік. Мынандай атмосферада Бавария мен Реалдың ойынын көріп жатырмық. Уже бірінші тайм бітті. Реал алда 2-3. Мына жақта айналайындар. Қалайсыңдар? Кім өтеді деп ойлап отырсыздар? Мына кісі енді футболдан вообще шарт етпейді. Мына кісі Бавария өтеді деп отырсың ба, проход Бавария? Құдай ақырын берсін айтып. Барсаның жанкүйерлері Бавария деп отыр. Қалғандардың бәрі Реал деп отыр. Бірақ Бавария бүгін шайқайтын сияқты. Бірінші тайм бұл әшейін, енді бірінші тайм енді бітті әлі. Бірінші таймда 5 гол болып тұрген. Футболды осындай атмосферада көру керек. Бірден алып жүру керек те. Ал осы күнге дейін тіккен киімді тоже жақын арада съемка түсіріп, солай салғым келіп тұр. Ол да енді контент қой. Еще андай қазақ андай оюмен, орнаментпен сондай макияж жасап, сондай бір күшті бір видео съемка жасағым келіп жатыр. И бір-екі күнде соны жасаймын. Сол кезде инстаграмға салатын боламын. Сол кезде бағалап кетесіздер.